Қайырлы күн, құрметті подкастер қауым және подкаст қонақтары. Бүгінгі біздің көтеретін мәселеміз бұл әлеуметтік желілердің бүгінгі таңдағы маңызы және адамдарға, қоғамға тигізетін әсері туралы бүгінгі подкаст қонақтарына келетін болсақ, жаратылыстану факультетінің студенттері Маматраимов Дильмурат және Шамшиева Ленара. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз бұл әлеуметтік желілердің адамға, яғни қоғамға пайдасы немесе зияны туралы және әсер ететін маңызы туралы. Жалпы алғашқы сұрағымды жеңіл сұрақтан бастасам, яғни кәдімгі қолданыстағы әлеуметтік желілерде қанша уақыт құртасыздар? Күніне 3-4 сағат кемінде мен жаңа әлеуметтік желілерді қолданамын. Ленара, сіз? Мен оқу күндері 2-3 сағат әлеуметтік желі қолданамын. Демалыс күндері көбірек қолдану мүмкін, себебі менің бос уақытым көбірек болады. Жалпы әлеуметтік желілер тарапынан ба, әлде цифрлық коммуникация құралдары, яғни әлеуметтік желілер тарапы бұл Instagram, TikTok, Twitter секілді платформалар болатын болса, ал цифрлық коммуникация құралдары бұл ChatGPT немесе Google секілді платформалар. Қайсысын көбірек қолданасыздар? Мен өзім көбірек жасанды интеллект ChatGPT-ні қолданамын, себебі ол жақтан біз барлық ақпаратты ала аламыз. Ол бізге үлкен көмек болады осы оқу кезеңінде, өмірде де, оған қандай да сұрақ қойсаң, ол жауап бере алады. Және мен айтып кеткім келеді, қазіргі кезде көптеген адамдар сол жасанды интеллектті көбірек қолданады, чем ғаламтор, Google, потому что ChatGPT нақты бәрін жинап бір айтып береді, а вот Google'дарда біз өзіміз ізденіп табуымыз керек. Ал ChatGPT, как я хочу сказать, ол бізге нақты бір жауапты береді. Сіз қалай ойлайсыз? Егер нақты оқу барысында болса, мен цифрлық коммуникация құралдарын көбірек қолданамын. Өйткені жаңағы Ленара айтқандай, жасанды интеллект, ChatGPT, DeepSeek болмаса, Gemini бізге былайша айтқанда любой сұрағымызға жауап беріп, не іздесек те сол жерден таба аламыз. Егер маған демалысқа, жаңағындай іш пысқанға қолданатын болсам, маған ыңғайлысы әлеуметтік желілер. Ол жерде қызық, ол жерде де көретін әртүрлі жаңағы рубрикада әртүрлі видеолар, фотолар, әзілдер дегендер, өте көп. Жалпы қалай ойлайсыз, бұл әлеуметтік желілерді қолдану барысында сіз жаңа айтып жатырсыз, Instagram, TikTok желілері бұның барлығы адамға тәуелділікке алып келмейді ме? Алып келеді. Қандай зияны бар, әсері? Әсіресе әлеуметтік желілер адамға зиян. Ол адамды жаңағы отвлекать етеді, яғни бізге, например, бізде мессенджер бөлек жүреді, и әлеуметтік желі бөлек жүреді. Әлеуметтік желіге сізге бір хат келсе, немесе бір видео бірдеңе келсе, сіз кіріп көресіз, и әлеуметтік желіге кірген кезде сол видеоны көріп, сол хатты көріп, немесе одан көріп болған соң, или көруден алдын, сіз уже басқа нәрсені көріп кете аласыз. Өйткені сізге, яғни бір видео келсе, соны көресіз, соған ответ бересіз да, дальше өткізсеңіз, уже сізде әртүрлі видеолар кете береді. Сонымен сізге бір рет кіріп шыққанға минимум 30 минут уақытыңыз кетеді. Ал мессенджер ол басқа нәрсе. Оған нақты келеді, хат, нақты соған жауап бересіз. Егер ол адаммен сөйлессеңіз де, сол тақырыпта сөйлесесіз. Яғни осы әлеуметтік желілерде, TikTok, Instagram дегендерде бір нақты тема емес та, мысалға көптеген әртүрлі темалар болуы мүмкін. Ол жерде әзіл, оқу, одан да басқа темалар. А вот мессенджерлерде сізге бір нәрсе жібереді, сіз соны көресіз, и болды, сонымен тоқтайды. Жалпы алғанда коммуникация құралдары, жаңа айтып жатырмыз, ChatGPT немесе тағы да басқа осы секілді платформалардың барлығы баланың сауаты ашу кезінде, яғни мектепте қолдану барысында біз
барлығымыз білеміз, барлығы сол ChatGPT арқылы жазады. Бұл балаларды сауатсыздыққа алып келеді деп ойламайсыздар ма? Ол балалардың сауатын ашуға мүлдем өзінің қатысы жоқ деп ойлаймын. Яғни сіз айтқандай балдардың бәрі сауатсыз болады. Өйткені олар үй жұмысы беріледі. Ол кез келген үй жұмысын істеп бере алады. Кез келген на любом уровне істеп бере алады. Сол үшін бала оны өзі ойланып, кітапты ашып оқуға болмаса, даже Гуглдың өзінен бүйтіп ізденіп, сол сияқты или өзінің учебник бар, мектептің кітабын ашып оқуға ерініп, ең оңай способ, ол просто ChatGPT-ге жазу, ол шығарып береді. Бірақ тағы да бір айта кетерлік жайт, біз осы ChatGPT арқылы немесе тағы да осы секілді платформалар арқылы көптеген нәрселер жасай аламыз. Мысалға, тіл үйрену барысы болсын, оның барлығын осы ChatGPT арқылы жасасақ та болады. Бірақ жаңа кітап ақтарып, кітап оқып, оның барлығы үлкен уақыт алады деп ойламайсыздар ма? Қалай ойлайсыз? Ол үлкен уақыт алғанымен, біз оны өзіміз ізденіп тапқанымыз более приносит пользы, да? А вот ChatGPT-ден біз, конечно, уақытты үнемдейміз, соның кесірінен біз былайша айтқанда жалқау бола бастаймыз. Соның кесірінен барлық балдар осы мектепте оқып жүрген, даже универде, студенттерде жалқау болып, бір талпыныс болмайды оқуға деген. Соның кесірінен из-за этого может быть вред. Кітаппен көп уақыт кетуі мүмкін, ал ChatGPT уақытымызды үнемдеуіміз мүмкін, бірақ бәрібір де кітаппен жұмыс істеген дұрыс. Өйткені мысалға айта кетсек, сізге бір тақырып беріледі, яғни қазақ хандығы қай жылы құрылған, 1465 екен, оны бәріміз білеміз, бірақ ол қалай шашылды, қазақ халық қалай шашылды деген үй жұмыс береді сізге. Сіз кітапты ашып оқысаңыз, сіз более все подробно бәріні қалай шашылды, кім не болды, соның бәріні кітаптан оқисыз. Уақытыңыз кеткенмен кетеді, бірақ оны сіз жақсылап оқып, өзіңіздің сауатыңызға алып, оның жартысы болса да миыңызда қалады. Ал оны жаңағы цифрлық цифрлық құралдарға жазсаңыз, ол былай распался деп айтады, болды. Ол оның барасында апайға айтып бересіз, оның дальше ештеңесі сіздің есіңізде қалмайды. Жасанды интеллект, яғни ол тек қана нақты ақпараттарды бізге береді, кітапта ол подробно все расписано там, соның көмегімен біз өзіміздің ойымызды ашық айта аламыз да кітап арқылы. А вот ChatGPT или там басқа жасанды интеллекттер бізге нақты айтқанымен біз оны аша алмаймыз ол теманы. Жалпы алғанда ақш-та дәл қазіргі уақытта деректерге байланысты 13-17 аралығындағы жасөспірімдердің 46% осы әлеуметтік желілерге тәуелді екен. Осы жерде тағы бір сауал қойғым келіп отыр, яғни егер де әлеуметтік желілерден бір апта бойы өшіріп тастағанда, не болмаса одан аулаққа жүрген кезде сіздер қалай өзіңіздің өміріңізді елестете аласыз? Әлеуметтік желілерді бір аптаға өшіргенде, ол қалай өшіргеніне байланысты. Өйткені, например, бізге айтып өшірсе, біз бір апта оп-оңай әлеуметтік желісіз өмір сүре аламыз. Біз уже білеміз, ол бір аптаға өшеді екен, бір аптадан кейін ол қайттан қосылады екен. Мейлі демалып тұрайық деп, біз өзімізге демалыс жариялаймыз. Қазір бос уақытымыздың бәрі әлеуметтік желіге кетіп жатыр ғой, көбінесе. Соны біз отбасымызға, немесе бір кітапқа, немесе бірдеңе оқуға, или бір басқа жұмыстарға, үйдің, двордың жұмыстарына арнаймыз. Өйткені біз 7 күннен кейін ол келетін білеміз. Ал егер оны айтпай өшіріп қойса, бізде уже анандай дискомфорт, қиындықтар, психологически да басқалайды дискомфорт басталады. Сосын біз уже сол әлеуметтік желіні орнын басатын бірдеңе іздей бастаймыз. Уже бұрынғыдай спокойствие, ондай оңайлық болмайды. Яғни әлеуметтік желіге кірдің, көрдің, бәрі оңай, көңілін көтердің, уақытың өткіздің, шықтың. Ал әлеуметтік желілердің бәрі жоғалып кетсе, біз уже оған сразу замена іздейміз. 7 күнге жоқ болып кету, жаңағы қалай жоқ болып кетуіне байланысты, соған қарай көреміз. Сіз қалай ойлайсыз?
Мен де солай ойлаймын. Мысалға, осы 1-2 жыл бұрын қаңтар оқиғасында бізге дым хабар бермей интернетті өшіріп қойған еді. И в этот момент адамдарда уже паника басталды. Неге өшірді деген сұрақтар көбейіп кетті. Көптеген адамдарда паника басталып, уже Дилмұрат айтқандай дискомфорт бастала бастады. Және тағы да осы жерден айтып кетсек, яғни бізде COVID-19-дың уақытлы кезінде көптеген балалардың барлығына телефонға деген тәуелділік осы жерден басталған болатын. Яғни бұрынғы уақыттарда олай көп қолданбайтын платформалар болсын және басқа да нәрселер болсын, оның барлығы онлайн сабақ оқу деген нәрсеге көшкеннен кейін осы бізде көбінен ауқымды мәселе бола бастады. Яғни сол уақыттан бастап балалардың көбісі әлеуметтік желілерге тәуелді болды. Бұл туралы қалай ойлайсыздар? Қандай? Иә, ол ойланатын нәрсе емес. Өйткені бір отбасыда, например, бұрын, қазір ондай емес, бірақ бұрын сол, или может быть сол COVID-19-дан алдан бір отбасында, яғни мамасында, папасында, яғни бір үлкен ұлында немесе қызында ғана болатын телефон. Ал сол онлайн оқу басталды, содан кейін уже бір отбасында 4 бала болса, 4-еуі де бірдей сабаққа кіру үшін олар как минимум тағы бір телефон сатып алуға мәжбүр болды. Өйткені баланың өзінің болды, ол личное пространствосы бар, өзінің телефоны бар, оған ешкім қарамайды. Оны тексеретін ата-аналар да бар, тексермейтін ата-аналар да бар. Алып беріп, осы тыныш болсын деп қоя салатын ата-аналар бар. Бірақ оның ішінде не көріп жатыр, сабақ оқып жатыр ма, или сабақ барысында, например, қазір зуммен өтсе сабақты, зумды конференцияны қосып қойып, басқа нәрсе көріп отыра беруге болады. Звук, микрофон, видео бәрін өшіріп тастасаң, сен сабақта бар болып саналасың, ал өзің Инстаграм, жаңа әлеуметтік желі болмаса ютубты көріп отыра бересің. И ата-аналары балдарын дұрыс қадағаламағандықтан, телефонды уақытылы беріп, уақытылы алмағандықтан, сол жастардың, балалардың әлеуметтік желіге тәуелді, әлеуметтік желіге емес, полный негізі телефонға тәуелді болуына сол алып келді. Және осы жаңағы айтып жатырған балалардың тәуелділікке алып келуі және де ата-ана тарапынан да қарамаушылық болып жатады. Бірақ осы жерден балалар көп нәрсені тілі шықпай қалуы деген проблемалардың барлығы осы жерден туындауы мүмкін бе? Сіз қалай ойлайсыз? Мысалға, балалар ерте жастан тілі шықпай қалып логопедке көп бару, оның барлығы себебі осы деп ойлайсыз ба? Иә, менің ойымша, қазіргі ата-аналар жұмыс істеп, балаларына мүлдем назар аудармайды. Сондықтан олар тынышталу үшін телефон қолдарына беріп қояды, оларға мүлдем назар аудармайды. Главное, олар тыныш отыр, и все. А чем занимаются эти дети, оларға маңызды емес. И из-за этого балдар, кішкентай балдар YouTube көреді, и YouTube'та көптеген мультик видеолар бар, но там не разговаривают, а через мимику показывают. Соның кесірінен балдар сөйлемей, тек қана қолмен көрсетеді. И я думаю, что это дұрыс емес, бұл мүлдем дұрыс емес. Ата-ана баласына хотя бы кешке жұмыстан келген соң көңіл бөлу керек. Мен осы жерде толықтырып кетсем, яғни бізде балаларды білеміз, барлығымыз кішкентай болғаннан кейін олар әлемді бірінші рет көріп жатыр, яғни барлық нәрсені білгісі келеді. Мынау не, анау не, мынау не үшін қолданады, тіпті ручканың өзін алып, бұл не үшін қолданылады деген сұрақтар, көптеген сұрақтар пайда болады. Олардың барлығын жауап іздей бастайды. Ал жауапқа жауап беретін тек қана ата-ана болғаннан кейін олар ата-анасынан сұрайды. Ал ата-ана қалай жауап береді, яғни оған жауап бергісі келмейді. Яғни ата-ана үшін бұл маңызды емес нәрсе болып көрінгенмен, бала үшін өте маңызды бір нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан олардың тілі шықпауы осы себептен де деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Мен де сол
Ленар айтқандай, сол ата-ана, сол бала тыныш отырсын, жыламасын, мен мына жақта тамағымды істей берейін, мен өз жұмыстарыммен айналыса берейін, папасы өзінің жұмысын істесін, осы отырсын, осы тыныш отырсын деп телефон беріп қояды. Бірақ оған иногда қарайды, иногда қарамайды да, ол не көріп жатыр вообще, қандай мультфильмдер көріп жатыр. Яғни қазір менің өзімнің туысқандарымның арасында бір балдар бар, бір бала, то есть жаңағы телефоннан көрген, былайша қарасаң обычный мультфильм сияқты, бірақ ол ужастик. И түнде қорқып ояну, түнде көзіне бірдеңе көріну, түсіне кіру, жаңағы сол мультфильмда сол психикасына әсер етіп, сол мультфильмда көрген персонаждың атын түнде жылап ояну, соның атын атап жылап ояну, түсінде көрдім, или ол қасымда деп жылап ояну, ол бәрі психикасына әсер етеді. Одан басқа, ол бала қанша жаста, және ол өзінің жасына сай нәрсе көріп жатыр ма? Яғни әртүрлі категорияда видеолар бар, 12+, 14, 16, 18, 21, оған даже бізде қазір 21 жоқ, бірақ 21+ деген кинолар бар қазірдің өзінде кинотеатрда көрсетіп жатқан, бірақ ол кім қарап жатыр, оған кім қарамай жатыр. Например, мен жасым 19-да. Барлығына шектеу қояды. Шектеу қояды, бірақ ол қазір кинотеатрда 21+пен шыққанмен, ертең 2 айдан кейін ол телефонға шығады. Мен жасым 19-да, ол ашық ақпарат, мен оны көре аламын. Сондай. Жақсы, және де соңкесіне айтып кететін болсақ, жаңағы психология жағына айтып кетті Дилмұрат. Баланың осы ата-ана балаға назар аудармағанның нәтижесінде балаларда тәуелділік пайда болады. Соның кесірінен будущем оларда уже телефонда алып қойса истерика басталады. Самый главный вот сол истерика басталады. И ата-аналар қайтадан сол телефонны беруге мәжбүр. Егер оны ұрсып или дөрекі сөз айтсаң, ол қырсықтанып, он хуже будет делать то, что он хочет. Жалпы қорытындылай келсек, бұл мәселені қалай шешуге болады? Яғни әлеуметтік желілерге тәуелділікті қалай азайтса болады? Менің ойымша, ата-аналар өз балдарын әртүрлі кружок, курстарға беру керек деп ойлаймын. Себебі сол арқылы балдардың қабілеті артады. И менің ойымша, сол курс пен кружоктарды ашатын адамдар да хабарламасын не через әлеуметтік желі арқылы емес, өздері мысалы мектептерге барып хабарласа болады. Сол арқылы көбірек адам жинайды, балдарды қызықтырады деп ойлаймын. Яғни баланың өмірі тек қана мектеппен шектелген соң, ол уже былайша айтқанда іші пысып, ол уже әлеуметтік желі, жаңағы телефон оған уақытын өткізіп, ыңғайлы болған соң, бала да соған тәуелді болып қалады. Сол үшін баланың өмірін мектеппен шектемей, одан басқа телефон бермей, телефоннан басқа жаңағы сол курстар маңызды, пайдалы нәрсемен ата-ана сол баламен қосылып айналысу керек деп ойлаймын. Яғни біз осы саланы, яғни әлеуметтік желілер, жасанды интеллект және тағы да басқа платформалар, соның барлығын қолға алып, дұрыс қолдана бастаған уақытта ғана біз алдыға қарай дамимыз деп ойлаймын. Және сол арқылы біз керемет болашақ Қазақстанда құра аламыз. Жақсы, келгендеріңізге рахмет. Сізге рахмет.